Біз Paint графикалық редакторында растрлық кескіндерді, ал Enscape программасында векторлық суреттерді салып, өңдеуді үйрендік. Енді растрлық және векторлық суреттерді салыстырып, айырмашылықтармен кеңірек танысатын боламыз. Суретте растрлық және векторлық сурет көрсетілген. Векторлық кескіннің растрлық кескіннен артықшылығы растрлық кескінді үлкейткенде сапасы нашарлайды, ал векторлық кескін өзінің бастапқы қалпын сақтайды. Екі жағдайда да дөңгелек өзінің бастапқы өлшемінен 2 есе ұлғайтылған. Растрлық кескіннен векторлық кескіннің артықшылығы: векторлық кескіндер сызықтар мен доға әртүрлі пішіндерден, ал растрлық кескіндер пиксельдерден тұрады. Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстырғанда бірқатар кемшіліктерде кездеседі. Мысалы, растрлық суреттерді өңдегенде, яғни масштабын өзгерткенде, немесе кескінді айналдырғанда, суреттің бастапқы қалпына қарағанда ауытқулар пайда болады. Ал векторлық графикада мұндай мәселе туындамайды. Өйткені мұнда кескіннің сапасын жоғалтпайтындай етіп түрлендіру мүмкіндігі бар. Сонымен қатар растрлық кескінді басқа түске бояғанда әрбір пиксель жеке-жеке боялатын болса, векторлық графикада таңдалған фигура толығымен боялады. Растрлық және векторлық кескіндерді баспаға шығарғанда. Растрлық графиканың артықшылығы кескіннің баспаға принтерден жеңіл шығарылуы. Векторлық графиканы қарастыратын болсақ, мұнда кейбір жағдайда кескінді принтерден басып шығару мүмкін емес. Немесе баспадан шыққан жағдайдың өзінде сапасы ойдағыдай болмайды.